Ассалаумағалейкум ағайындар, қалдарыңыз қалай, жақсыздар ма? Сіздердің білесіздер, ауыл деп табан тоздырып жүрміз. Осы ауылды көркейтейік, ауылды дамытайық, ауылдағы тұрғындарға жайлы өмір, жақсы өмір сыйлайық деп жүгіріп жүрміз. Өз ауылымызды өзіміз көркейтейік, сол ауылдың тумасымыз, сол ауылдың тұрғынымыз деп жүрген азаматтың бірімін ғой. Және сондай істерге ауылдың әр тұрғынын шақырамын. Ауылдың әр тұрғынымен сондай бір қонымды істерді іске асырып жатырмыз. Іске асыруын асырамыз. Ал мемлекет тарапынан келгенде, әкімшілік тарапынан келген кезде қолдаулар болады, болмайды емес. Ал енді соны жаңаға жұмыспен қамтуға екі адамды тіркей алмай сандалып жүрмін қазір мен да. Саябақты соғып жатырық, футбольный площадканы соғып жатырық, талды егіп жатырық, талды өзіміз қырқып жатырық, әктеп жатырмыз. Бәрін өзіміз істеп жатырмыз. Ауылдың ұйымшылдығының арқасында. Енді сол істеген саябағымыз өте үлкен көлемде істедік. 1,5 тал егілді, тағы да тал егіледі биылдар. Енді соған суарып тұрып, тұрақты қарап тұратын бізге адам керек қой. Оны барып ешкім қарамайды. Соны былтырдан бері осы жұмыспен қамту орталығынан 2 адамды қойып, сол жерге 75-ін айлығын алып, 75-75-тен 2 адамды қойып жүргенбіз. Ал енді биыл лимиті түсіріп тастаған. Оны түсіріп тастаған лимиті түсіргенге мына ауыл әкімшілік, аудан әкімшілік кінәлі емес. Министерстводан болып тұрды ол. Сондай адамдар тіркеп, өтір жұмыссыз жүрген адамдар тіркеп, ауылдың жағдайын жасап жатыр, талдарды суарады, көшені тазалайды. Сондай тірліктерді істеп жатыр ғой. Бір әшейін тіркеп қойып, ақшасын қалтасына басып жатқан жоқ. Жұмыс істеп жатыр, нәтиже бар мына жақта. Тұрақ талды суарады. Бір ауылдың, бір елді мекеннің көркейгені, елдің көркейгені емес па? Әлде бір елді мекен ғой, өздері екті ма, өздері істеп алсын деген принципте ұстап тұру деген дұрыс емес. Енді мен біреуді осы принципте ұстап тұр деп жатқан жоқпын, просто мен өз ойымды айтып жатырмын да осы жерде. Ол дұрыс емес. Сіздер қолдаңыздар. Қазір енді биылдыққа мен қазір 2 адамды тіркей алмай жатырмын. Сол саябаққа. Ары сандалам, ана жаққа барам, мына жаққа барам, болмайды. 2 адамды алам, ана жаққа барам, мына жаққа барам, ауданға барам, ауылға барам. Болмайды. Лимит аз. Әкімшіліктің өзіне 10 адам берген. 10 адамды олар көше тазалатады, мусор шығартады. Әйтеуір сондайларына пайдаланып жатыр. Ал енді біз ауыл, елді мекен. Енді бұл орталықта емес, бір шалғай ғой, шет жақ. Енді ол жерінде талын суару керек, мусорын тазалау керек, қарау керек қой. Ауыл тұрғындар қашан ғой тазалай береді. Біреуге айлық төлеген кезде ғана талап етіп жұмыс жасата аласың да. Айлық төлемегеннен кейін кімге талап етесің, кімнен талап етесің? Сондай жағдайлар бар. Осыған қазір мен 2 адамды тіркей алмай жатырмын. Ол бір. Екінші, бізде теміржол мәселесі бар. Біздің енді ауылдағы қазір 5-6 жасар баладан бастап, 5-6 жасар демей ақ қойын, садик балабақшаға барып жүрген баладан бастап барлығы бізде теміржолдың бергі бетіне келіп, көрші ауылға келіп оқып жатыр, көрші ауылға барып, балабақшаға барып жатыр. Солардың бәрі қауіпсіздік үшін біз теміржолға 3 адамды тұрған. Енді қазір сол 3 адамнан да айырылып қалып, теміржол президіміз қараусыз қалып тұр да мүлдем. Оны қтж-ға кезінде талай плакат ұстап тұрып, шығып тұрып айттық, бірақ қтж оны елеген де жоқ та біздің. Сол кезде аудан әкімі отырған Нұрбек Бадырақов жұмыспен қамтуға 3 адамды қойдырып, 3 адамды кезек-кезек түсіріп, сол Нұрбек Бадырақов қойып бергеннен бері сол 3 адам келе жатқан осы уақытқа дейін. Енді қазір қысқарып кеткен, лимит бітіп қалған, тіркей алмаймыз. Руслан, теміржолға 3 адам, сен саябағына 2 адамды тіркей алмай жатырмын. Тіркей алмаймыз дейді. Өйткені лимит жоқ. Сонда не істейміз біз, а? Әлде тек осы мемлекет істеп берсін деп аяқты аспанға көтеріп қойып жатамыз ба? Өзіміз әрекет жасап жатырмыз. 2-3 адамымызды тіркеп берсеңіздер, ары қарай өзіміз қалған бәрін істеп жатырмыз, ұйымдастырып жатырмыз, тазалығында істеп жатырмыз, басқа да жатырмыз. Сонда кім үшін істеп жатырмыз біз? Шындап келген кезде әкімшіліктің жұмысы емес па? Ауылдарды, елді мекендерді дамыту. Дамыта алмайсыздар ма? Орындарыңызды босатыңыздар, мысалы. Қатты айтқан кезде да енді. Босатыңыздар, дамыта алмайсыздар ма? Әрекет жасай алмайсыздар ма? Қолдарыңызда ресурс бар, пайдалансаңыздаршы дұрыстап. Болады ғой. Қанша рет бардым, анаған айтамын, зам әкіміне айтамын, ана ауылдан әкіміне жексұрын болып кеттім, шыны керек та. Ыңғайсызданып кеттім, қайта алдына бара беруге де ыңғайсыз ма? Аудан әкімінің алдына да кіремін. Енді ол кісіге де айта беру маған да ыңғайсыз. Сол себепті осыны қолға алсаңыздар. Сол енді айналдырған 4-5 адамды тіркей алмай қазір отырмын, басымды қасып, не істерімді білмей. Кімге барам? Кімге барып көмек сұраймын мен, айтыңыздаршы. Бірдеңке қылсақ, ой, оппозиционер дейсіңдер, анау дейсіздер. Ауылдың тірлігін істеп жатырық қой. Азар сын айтылады, сын айтам. Сынды айтып жатырық, басқа да жатыр, бірақ соған жараса тірлікті де істеп жатырық қой. Енді шешіп берсеңіздерші ма тірлікті? Мен осылай видео түсіруге мәжбүрмін, өйткені көрсінші барлығы деймін. Мен қазір анаған барып звондайдым, онымен сөйлесем, анаған звондаймын, Руслан мен шешем, анау болмайды, мынау болмайды.
білмеймін, міндетті түрде бір резонанс болу керек. Сол кезде ғана осы мен айтып жатқан проблемалар шешіле ма? Шешсеңіздер, шешпесеңіздер оны айтыңыздар. Біз әрекетімізді жасаймын мен. Шынымды айтсам, ұят болып кетті. Өзімнен ұялып кеттім шыны керек. Тоқаев айтты ғой, 5 жыл ауыл жылы деп жариялады. Ауылға көңіл бөліңдер деді. Ауыл дегенде тек қана бір округтың бір тек орталығына ғана емес та. Шет жақтағы, шалғайдағы елді мекендердің бәріне көңіл бөліңдер деді ғой. Көңіл бөліңіздер енді. Көмек беріп жатық қой, біз де көмектесіп жатырмыз ғой. Ақша сұрап жатқан жоқпыз сіздерден, басқа сұрап жатқан жоқпыз. Жүрміз ғой ауыл деп.